Ассалаумағалейкум, құрметті көрермен. Бүгін біздің тақырыбымыз оптимистер ұзақ жасайды. ақш-та жасалған зерттеу нәтижесінде пессимистерге қарағанда оптимистердің ұзағырақ өмір сүретіні анықталды. Зерттеу деректері 1976 жылдан бастау алатын және 71173 адамның өміріне оптимизм мен пессимизмнің әсерін зерттеген ғалымдар оптимистердің 85 жастан артық өмір сүру ықтималы жоғары екенін айтады. Мұны оптимистердің жақсы ойлауы, сезімдерін оңай реттей алуы және стресстің кері әсерлерінен қорғана алатындығымен байланыстырады. Зерттеуде адамдардың жалпы денсаулығымен қатар өмірге деген көзқарасы оптимистік не пессимистік деңгейі қарастырылды. Дене жаттығуы, қоректену дағдылары және темекі, спиртті ішімдік қолданулары да есепке алынды. Оптимистік, яғни жақсы ойлау деңгейі төмендер мен жақсы ойлау деңгейі жоғары ерлер мен әйелдерді салыстыра келе, оптимистік көзқарасы жоғарылардың 10-15% ұзағырақ өмір сүретіндігі және 85 жастан асу ықтималдығы жоғары болатындығы байқалған. Зерттеу жүргізген Бостон университеті медицина факультеті психология саласының доценті Ливина Ли ашқан жаңалығымыз позитивті ойлау деңгейін арттыру адамның ұзақ жасау және салауатты өмір сүруіне ықпал ететіндігін көрсетуде деп мәлімдеді. Сондай-ақ барлық нәрсенің тұрмыс тіршіліктің дұрыс жүріп жатқандығын ойлау және танымдық амалдық терапия секілді сыртқы әсерлер арқылы оптимистік көзқарасты арттыруға болатынын айтқан доцент Ли, зерттеулер оптимист адамдардың алдына қойған мақсатына жете алатындығына сенімі мол болатындығын, келеңсіздіктерді шешуде өте пәрменді болатындығын, ал стрессті жағдайларда сезімдерін оңай реттей алатындығын көрсетуде дейді. Бристол университетінен Брюс Худ бұл оптимистердің күйзелісті оңай жеңе алуы және негативті жағдайларды жадында ұстамауының салдары деп түсіндіреді. Бұдан бұрын Гамбург университетінің ғалымдары оптимистердің суық тию секілді дерттерге төзімді келетінін мәлімдеген болатын. Ал Иллинойс университетінің ғалымдары болса, оптимистер жүрек, қан тамыр ауруларымен сирек ауыратынын дәлелдеген еді. Тыңдағандарыңыз үшін үлкен рахмет. Каналға жазылуды ұмытпаңыз.